Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін сіздерге Алтай өңірінде кездесетін ерекше жануарлардың бірі құдыр туралы айтып өтемін. Құдыр орыс тілінде кабарга, таулы аймақтарда мекендейтін дене тұрқы шағын жануар. Қазақстанда ол негізінен Шығыс Қазақстанның Алтай тауларында кездеседі. Сыртқы бейнесі бұғыға ұқсайды, бірақ құдырды кәдімгі бұғыдан ажырататын көптеген ерекшеліктер бар. Мысалы, құдырдың мүйізі болмайды. Оның орнына аталықтарының жоғарғы жақ сүйегінен төмен қарай шығып тұратын ұзын азу тістері болады. Бұл құдырдың ең ерекше белгілерінің бірі. Құдырдың дене ұзындығы шамамен 1 метр, ал салмағы орта есеппен 10 және 17 килограммнан болады. Яғни ол бұғылардың ішінде өте шағын жануар болып саналады. Құдыр негізінен өсімдікпен қоректенеді. Ол көбінесе жалғыз тіршілік етеді. Таулы жерлерде жақсы қозғалады. Жартастар мен тік беткейлерден оңай өтеді. Енді құдырдың ең қызықты ерекшеліктерінің біріне тоқталайық. Аталық құдырда мускус безі болады. Ол құрсақтың төменгі бөлігінде орналасады. Осы безден мускус деп аталатын ерекше иісті зат бөлінеді. Яғни парфюмерия саласында қолданылады. Ол парфюмерияда және дәстүрлі медицинада қолданылыс табады. Алайда мускус үшін құдырларды аулау олардың санының азаюына себеп болған. Сондықтан қазіргі кезде бұл жануарларды қорғау өте маңызды. Қорыта айтқанда, құдыр Алтай табиғатының ерекше өкілдерінің бірі. Сондықтан құдырды табиғи байлығымыздың бір бөлігі ретінде қорғауымыз қажет.